Мен негіз клиникаға келген адаммын. Ана класстасым бар тұғын қасымда, Гапон деген. Сонымен врач қарады да, аға простатитіңіз басайын деп тұр екен, массажға қабылдау керек, алдын алып деді. Сонымен мен өзім массаж дегеннен қорықпағам, боди емес пе әйтеуір дебім. Жаңа класстасым Гапон жырқ ете қалды. Сонымен боди емес әй, жүр мен сені апарам, танысым істейді, ол массаж жақсы болады деді. Сонымен бір частный клиникаға келдік. 4-5 жігіт отырған очередьта. Сүмірейіп кеткен бейт, настроение жоқ па деп. Соңғы кім дебім, кіре бере асығып отқан жоқпыз мына деді. Рахат кім мынау дедім да, сонымен кіріп ем. Дәу қара қатын отыр екен. Саламатсыз ба дедім. Шешін деді. Массажға келіп ем дедім. Шешін деді. Шешініп атып қарап ем, қолына көк перчатка киіп, саусағының ұшына маз жағып деп тұр ана қатын. Сонымен бір кезде тұтта, тоңқай деді. Мен ана маз жағып берейін деп жатыр екен ғой дедім да. Тоңқайып жатыр ем. Бірдеңе жарқ ете қалды. Бөлме қып-қызыл болып, құлағыма бір өлең бүйтіп өсіп жатыр. Тұңдырып тұсынап еккен гүлім, қорап солып қалды еккен гүлім деп. Сонымен шыңғырып жүрдім. Ат тұрып ем. Ана қатын тұрды да, не болды? 220 тоғырды ма деді ғой. Мен япшамайды қатын тваймайды деп шалбарын киіп жатыр ем. Класстасым Гапон сығалап тұр екен. Не болды класстас? Ініңе жылан кірді ма деп прикол ұстап тұр маған. Құрсын деп Google'дан денім сау деген дене шынықтыру және сауықтыру орталығы бар екен, Қадыржан деген жігіттің. Соны тауып алдым. Ештеңе тықпайды. Жаңағыдай атқан мінген сияқты өзінің құрылғылары бар екен. Рахат болып қалды әйтеуір. Еркек боласың да әйтеуір. Сонымен осы есім жиып жатыр. Не болды мынау аяқ астынан гәлөш қып. Бұл простатит деген жаман екен мынау бар емес пе?